Ассаламу алейкум. Мен есімім Мералы Рошан, мен исламтанушы психолог маманымын. Мен бұл салаға келуді бала кезден бастап армандадым десем де болады. 9-шы сыныптан бастап дін саласына оқуға түсу үшін дайындалдым. 2013 жылы Алматы қаласындағы Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетіне грантқа оқуға түсіп, 2017 жылы қызыл дипломмен бітірдім. Сонымен қатар студент кезімде діни олимпиадаларға қатысып, яғни Алматы қаласындағы кітап оқитын студенттерден құралған оқырмандар клубының белсенді мүшесі болдым. Мен өзімнің алғашқы жұмыс орнымды Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы аудандық әкімшіліктен бастаған болатынмын. Ол жерде 3 ай жұмыс жасап, біраз тәжірибе жинадым. Сонымен қатар деструктивті діни бағыттағы ағымдағы адамдарды оңалту үшін дін саласымен қатар психология саласының да маңызды екендігін түсіндім. 2017 жылы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, ол жерде психология мамандығын иелендім. Қазіргі уақытта Ихсан орталығының және Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде теолог маманы болып жұмыс жасаймын. Сонымен қатар халқымыздың діни сауаттылығын арттыру мақсатында әлеуметтік желілерді белсенді пайдаланамын. Аз уақыттың ішінде YouTube каналымда 7 мыңға жуық оқырман, 400 мыңнан аса қаралым жиналса, TikTok парақшамда 11 мыңнан астам оқырман, 2 миллионнан астам қаралым жинаған болатын. Әлбетте бұның барлығы менің өзімнің мамандығымды және дінімді жақсы көргендіктен деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұдан да үлкен жетістіктерге жетемін деп ойлаймын. Мен өзімнің дініммен байланысқан мамандығымды қатты жақсы көремін және осы жолда еңбек ететініме кәміл сенемін.